Қазіргі таңда алаяқтық схемалар өте кең дамыған. Оның кең дамығаны сонша кімге сеніп, кімге сенбейтінімізді білу өте қиын болып барады. Сондықтан да бүгін біз алаяқтық схемаларды талдау туралы айтатын боламыз. Сол үшін бүгін біз алаяқтық схемалар туралы сөйлесетін боламыз. Сақтықта қорлық жоқ демекші, бүгін алаяқтықтың қалай алдын алуға болатын туралы бірнеше кеңес айтамыз. Осы кеңестерімізге мұқият тыңдаңыздар. Біріншіден, банк қызметкері сізге хабарласып, сіздің жеке деректеріңізді сұрайтын болса, телефон әңгімесін бірден тоқтатыңыз. Себебі банк қызметкері ешқашан сізге хабарласып, сіздің жеке деректеріңізді сұрамайды. Екіншіден, сізге құқық қорғау органдарынан, яғни полиция қызметкерімін деп хабарласатын болса, ол кісінің сізге қайдан хабарласып тұрған және полиция бөлімшесінің қай бөлімінде істейтінін толығынан біліп алыңыз. Және де олар сізге сіз туралы, не болмаса сіздің жақын адамыңыз бір қиын жағдайға түсті, не болмаса үстінен арыз түсті деп хабарласатын болса, біріншіден ол адамның аты жөнін толық біліп алыңыз. Және де қандай жағдай болғанын, ол сіздің танысыңызға, не болмаса жақыныңызға адвокаттық көмек көрсетілді ме, көрсетілмеді ме, соны біліңіз. Ешқашан сабырлығыңызды жоғалтпаңыз. Себебі мұндай жағдайларда алаяқтар сіздің сабырсыздығыңызды қолданып кетеді. Үшіншіден, егер сізге телефон арқылы хабарласып, бұрын соңды болмаған, ешкім білмейтін, өте үлкен көлемде табыс табудың мүмкіндігін жарнамалайтын болса, олар міндетті түрде алаяқтар. Ол адамдарға сенбеңіз. Және де айта кетеріміз, ешқашан түрлі сайттарда өзіңіздің, не болмаса карточкаңыздың жеке деректерін қалдырмаңыз. Себебі алаяқтар ондай мүмкіндікті ешқашан бос жібермейді. Әрбір мүмкіндікті қадағалап сіздің ақшаңызды алудың жолын жасап отырады. Төртіншіден, ешқашан өзіңіздің жеке деректеріңізді, не болмаса карточкаңыздың деректерін түрлі сайттарда қалдырмаңыз. Ешкімге айтпаңыз. Мысалға алатын болсақ, карточкаңыздың соңындағы 3 санды CVV кодты ешкімге айтпаңыз. Себебі ол код арқылы сіздің карточкаңыздағы бар ақшаны алаяқтар тартып алуы мүмкін. Егер сізге таныс емес номерден хабарласатын болса, ол адамның алаяқ екенін дәлелдеуге болатын бірнеше белгі бар. Және де біз сол белгілермен сіздермен бөлісетін боламыз. Айтатын болсақ, бірінші белгі, алаяқтар сізге бірінші болып хабарласады. Және де сізді қорқыту арқылы сіздің ақшаңызға қол жеткізуге тырысады. Біздің беретін кеңесіміз, бұл жағдайда ол адамдармен сөйлеспеңіз, және де өзіңіздің жеке деректеріңізді бермеңіз. Қандай жолмен сізді қорқытуға тырысқан болса да, ешқашан өзіңіздің жеке деректеріңізді бермеуге тырысып, телефон әңгімеңізді тоқтатсаңыз болады. Екінші белгі, ол адамдар сіздің эмоцияңызды шығарып, сізді ашуландырып, болмаса сізді тез-тез қимылдауға әрекет жасатқызады. Себебі олар сіздің тез-тез қимылдап, эмоцияға ерік берген кезіңізде сіздің ақшаңызды алуға барынша тырысатын болады. Біздің беретін кеңесіміз, ондай кезде өте мұқият болыңыз. Себебі банк қызметкерлері, болмаса банк операторлары сізді ешқашан эмоцияңызды туғызуға тырыспайды. Сізді барынша ашуландырмауға, барынша сізді мұқият тыңдауға тырысатын болады. Үшінші белгісі, олар сізді тез-тез асықтыруға тырысып, және де бұл соңғы мүмкіндік, үлгеріп қалыңыз деген секілді адамды асықтыратын сөздерді қолдану арқылы сіздің жеке деректеріңізге қол жеткізгісі келеді. Біздің кеңесіміз, ондай кезде ешқашан эмоцияға берілмеңіз. Сізді қалай қорқытса да, қандай асықтырса да, сіз өзіңіздің жеке деректеріңізді бермеңіз. Себебі сіздің атыңызға басқа адамның кредитін, не болмаса несиесін рәсімдеуі мүмкін. Сондықтан да басқа адамның несиесін төлегіңіз келмесе, өзіңіздің жеке деректеріңізді ешқашан бермеңіз. Тағы айта кететін мәселе, алаяқтар көбінесе фишингтік сайттар, не болмаса түрлі сізге таныс емес бір түсініксіз қосымшаларды қолдану арқылы, сіздің телефоныңызға орнату арқылы сіздің жеке деректеріңізді алуға тырысатын болады. Сіз ешқашан өзіңіздің жеке деректеріңізді, болмаса таныс емес мобильдік қосымшаларды өз телефоныңызға орнатпаңыз. Алаяқтар көбінесе зейнет жасына жеткен кісілерді алдауға тырысады. Себебі ол кісілер көп нәрсені білмей жатады, жаңа мобильдік қосымшаларды түсінбей жатады. Егер сіздердің зейнет жасына жеткен туыстарыңыз, не болмаса достарыңыз болса, дәл осы видеоны жіберіңіз, болмаса осы видеодағы ақпаратпен толық бөлісіп түсіндіріңіздер. Себебі алаяқтарға көбінесе зейнет жасынан асқан кісілер түсіп жатады. Сауалнамаға қатысқан зейнет жасынан асқан кісілердің 50% өздерін алаяқтарға, не болмаса қылмыскерлерге өздерінің жеке деректерін бергендігі туралы, 6%-дан асасы жеке деректердің жартысын бергендігі туралы хабарлаған. Егер сіздерге банк қызметкерімін деп алаяқтар хабарласатын болса, мына кеңестерді қолдану арқылы өздеріңізді қорғай аласыздар. Ең бірінші, банк атауын толығымен сұрап алыңыз, және де банк қызметкерінің аты жөнін толығымен біліп алыңыз, және де өзіңіз сол банкке қайта хабарласатыныңызды айтып, телефон әңгімесін тоқтатсаңыз болады. Екінші беретін кеңесіміз,
Қазақ тілді оператор сұраңыз. Себебі сіздерге хабарласатын алаяқтардың көпшілігі қазақ тілін білмейтін басқа елдердің азаматтары болып келеді. Егер сіз алаяқтардың құрбаны болып, өзіңіздің шотыңыздағы ақшаны біреуге аударып қойған болсаңыз, дереуден банкке хабарласыңыз. Жасалған аударымды банктерде тоқтату бірнеше сағаттан 90 күнге дейін уақытты алуы мүмкін. Сондықтан да егер сіз қателесіп аударым жасаған болсаңыз, сол аударымды тоқтату үшін банкке дереу хабарласыңыз. Егер сіз алаяқтардың құрбаны болған болсаңыз, заңды органдарға хабарласыңыз және де өзіңіздің арызыңызды қалдырыңыз. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сіз алаяқтардың құрбаны болсаңыз, сіздің өтінішіңізді заңды органдар қабылдауға міндетті. Егер сіздің жеке деректеріңіз болмаса, мобильдік қосымшадағы деректеріңіз алаяқтардың қолына түсіп, сіздің атыңызға кредит рәсімделген білген болсаңыз, сол кредит қандай қаржылық ұйымда рәсімделгені туралы сұрап біліп алуыңыз керек. Сол қаржылық ұйымға барып, сізге ол кредитті қандай құжаттың негізінде бергендігі туралы, өтінішті кім жазғандығы туралы, және де кредитті сізге қандай қызметкер рәсімдегені туралы толық білуіңіз керек. Қысқасын айтқанда, қаржылық ұйым ішкі тексеруді толығымен жүргізіп, сізге барлық құжатты беруге міндетті. Егер сізге қаржылық ұйым қандай да бір сылтаулармен ешқандай құжат бермеген болса, сіз ұлттық банкке барып өтініш жазуға құқыңыз бар. Және де сол кредит сіздің атыңызда сіз өзіңіз рәсімдемегеніңіз туралы дәлелденген болса, сол кредит рәсімделген қаржылық ұйым сізді ол кредитті жабуға талап етуді тоқтатуы керек. Екіншіден, берешекті толығымен жабу керек, яғни аннулирование жасау керек болады. Үшіншіден, бірінші несиелік бюроға сіздің атыңыздағы басқа адамның алған кредит туралы ақпаратты толығымен жойып, сіздің кредиттік тарихыңызды дұрыстауға міндетті болады. Алаяқтардың құрбаны болу өте оңай, себебі олар психологиялық тұрғыдан өте шебер, сізді оңай алдауға тырысады. Және де сіз осы видеодағы айтылған барлық ақпаратты толық тыңдап, егер осы ақпараттарды өміріңізге қолданатын болсаңыз, ешқандай алаяқтың құрбаны болмайсыздар. Бұл видеоны жақындарыңызға және де таныстарыңызға таратыңыздар. Бұл видео сіздерге пайдалы болды деген сенімдеміз. Сіздермен бірге болған мен Береке Алтаев. Келесі кездескенше күн жақсы, бай қуатты болыңыздар.